Аспанда. Құр қайда, құр. Келіңдер балалар. Мына жерге тиектен, мұнда кел алай. Абайға қайттан бұлай істейсің. Айжи просто олады да Түні бойы сіркіреп жауған жаңбырдан балалар ұйқысының қамбағаны білінеді. Оның үстіне таңның тұнық ауасы да бойды тоңастатындай суық. Алайда күн шығысымен жердің балшығы тез құрғап, дегдейтіні анық. Жайлау сонысымен жайлау емес пе? Күннің қызынып, жердің құрғағанын күткен балалар үйде де ойыннан қалыс қалған жоқ. Бірақ үйде болғанымен ойларының далада екені белгілі. Сәл тағат етіңдер, бүгінгі сайыс ерлік пен батылдықты сынайды. Дайын болыңдар. Қазақта жылқы жауын төсейді, сиыр мүйізін төсейді деген мақал бар балалар. Неге олай айтқан? Мынау қазақ халқы ежелден үй тіршілігінде, тұрмыс тіршілікте болсын, жаугершілік заманда болсын, мына жылқыны өзіне серік еткен, жан дос еткен. Өйткені жылқы ешқашан өзінің иесін далада қалдырмаған балалар. Сол себепте мына дүниеге немересі келген кезде атасы немересіне бәсереге құлын атайды ғой. Сол балалары сол құлмен бірге өсіп, сонымен дос болып, ең алғаш мына өздерің сияқты 12-13 жасқа, демек ат жалын тартып мінетін жасқа келген кезде алғаш тайға отырады. Солай ма? Ал оған дейін 3 жасынан бастап осындай кішкентай құлындардың, тайлардың үстіне ашамай ерттеп, балаларды атқа алғаш үйрететін болған ата-бабаларымыз. Сіз жаңа ашамай дедіңіз. Ашамай деген не? Ашамай дегенім, мынау кішкентай баланы, 3 жасар баланы ең алғаш атқа отыруға үйретеді ғой. Сонда ағаштан істелген, алдыңғы және артқы қастары биік болып жасалған ердің кішкентайы болады. Сол ерге ашамайға, әргі баланы белінен байлап, ашамайға бекітеді. Ол не үшін істеледі? Құлап қалмас үшін, е? Кішкентай балада буын жоқ қой. Сендер сияқты олар жалдан ұстай алмайды. Сондықтан сол ашамайға жіппен белінен байлап тұрып бекіткен. Сөйтіп, ең алғаш бала 3 жасынан бастап отырған екен. Онан соң ат жалын тартып мінетін жасқа мына өздерің сияқты 12-13-ке келген кезде осындай тайға мінгізіп, тай үйретіп ол балалар өздері. Кейін сол тай ешегенде ат болғанда өздерінің жан серігіне айналған балалар. Құттыңдар ғой? Иә, осы үлкен кісілер атты ерттеп мінеді. Ал біз неге жайда қып мінуіміз керек? Бәрекелді, жақсы сұрақ екен, өте жақсы сұрақ. Себебі балалар, мынау кішкентай балалар алғаш атқа отырған кезде алдымен қалай отыру керек екен, аттың үстінде өзін қалай ұстау керек екен үйрену керек қой. Ал мынау тай өздерің сияқты әрі кішкентай. Бұны ешкім мінбеген, асау. Сонда сендер бұның үстінен құлап қалмас үшін, құлағанда жеңіл болу үшін алдымен жайдақ мінген дұрыс. Түсіндіңдер ме? Жайдақ мінесіңдер. Ал егер мына кішкентай тайдың үстіне ер салатын болсақ, оның өзі бұның арқасына батады ғой. Бұл әлі мынау үлкен аттар сияқты емес. Арқасына ауыртады. Сондықтан да ер салмай, мына өздерің сияқты балалар ең алғаш мінгенде тайға жайдақ мінетін болған балалар. Ал одай болса балаларым, тай үйретеміз бе? Балалар, ендеше мен сендерге ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Қазір атамыз тайымызды мықтылап ұстап тұрады. Ал сендер болса тайдың жалынан ұстап, тайдың үстіне міну керексіңдер. Кім көп мінеді қай топ,
және де кім ұзақ уақыт тайдың үстінде тұрады, сол топ жеңіске жетеді. Ойын шарты түсінікті ма? Иә. Ендеше бірінші боп шабыт тобы бастайды. Келе ғой бала. Кішкене ашыламыз балалар. Ылғарға кедергі жасамауымыз үшін кеңірек тұрамыз, Ылғар дайынсың ба? Иә. Ендеше жалыннан мықты қып ұста. Айымыз асау екен, Келе ғой, келе ғой. Қорықпа Ылғар. Өзіңнің мықтылығыңды, жігерлігіңді осы сайыста көрсет. Ата, бұл сонда сайыс бойынша бір рет мүмкіндігі жоғалды ма? Жоқ, жоқ, әлі мінген жоқ қой. Енді аяғыңды өткіз. Бәрекелді. Қолдау қайда, Ылғарға? Ай, бәрекелді, міне Ылғар. Ылғар, жарайсың, сен жақсы міндің тайдың үстіне. Жерге құлаған кезде еш жерің ауырған жоқ па? Жоқ. Ештең етпейді. Осылай мені үйреніп кетеді. Бәрекелді. Жебе тобынан бір бала. Ал жебе тобынан кім келеді? Мұрал деген батыр. Келе ғой. Мұрал, дайынсың ба? Дайын. Ендеше аттың жалынан мықтылап тұрып ұстап ал. Хоп, шымылы. Ай, бәрекелді. Сәл ғана Хоп, шымылы. Жарайсың. Жалын ұста. Тізгіні бір қолыңа ұста соғыңа. Тақымды қыс. Ал. Қайда жебе тобының? Мен ойымша ата бұл жерде Мұрал тайды өзіне бағындырып алған сияқты. Кеп. Тебін. Тайды өзіне бағындырып алған сияқты Мұрал. Оппа! Мұрал, келе ғой. Қалай, сен тай лақтырған кезде еш жерің ауырған жоқ па? Жоқ, айым қайран. Бірақ сен дегенмен Ылғардан қарағанда ұзақ уақыт тұрдың. Тайды өзіңе бағындырып алған сияқты болып көріндің бізге. Мен тізгінді тартып отырдым. Жарайсың. Қазір шабыт тобының Ерхан деген батыры. Ерхан, Қанеке, дайынсың ба? Иә. Келе ғой. Бірінші сол қолымен тізгін ұстап ал дейді. Аттың жалынан мықтылап ұстап ал. Бұлай. Қолын кіргізбе. Қолыңды ағаң ішіне кіргізбе. Ал. Мен. Hoppa, Енді мен, Бәрекелді. Ал, бер отыр. Жақын отыр. Тақымды қыс. Мынау тізгенде қолын ашты, сол қолын ашты. Қолын жалынан жақсылап ұстап ал. Hoppa. Тепкіле аяғыңмен, тепкіле. Сәл жоғарырақ тепкіле аяғыңмен. Тақымды қыс. Оламаған жерде мүмкін. Ата, маған беріңізші. Шет. Жүр. Ата, кіскен. Арқанды тартып жүгіртпесең, жүгірмейсің сияқты. Адамның ойына әртүрлі нәрсе келеді ғой. Құлап жатқанда барлығы елестеп кетті. Не істеймін мен? Қазір не болады маған? Солардың барлығын ойымда тұрды. Еш жеріңді басып кеткен жоқ па? Жоқ. Еш жерім ауырған жоқ. Ауырған жоқ па? Жоқ. Сен қорқып кеттің ба? Қайдан құлаған кезде? Жарайсың. Ерхан, мойыма еш жерің. Ең бастысы амансың. Енді сен бұл күрделі сайысымыздан өттің, келесі жол қайталаған кезде саған ауыр түспейді деп ойлаймын. Жарайсың, нағыз ер жігіт екенсің. Келесі жебе тобы. Қорықпа. Енді мен бірінші рет нейін деп тұрмын. Қалай болатынын әлі білмеймін. Келе ғой. Көреміз. Былай ұстам. Бірге бәрін. Ал, қақы. Оппа!
Енді аяғыңды қой. Тақымды қыс. Тақымды қыс. Дидар, бұлайнан ұста. Астына қарай отырма, төмен отырма. Жоғары отыр, жоғары бері. Дидар, бұлайнан ұста. Ана жақта тақымды қысу. Мына аяқ қысу керек бұлай. Жоқ, міне. Бұлайнан ұста. Міне, бұлайнан ұста. Міне, ұста бұлайнан. Мықтылап ұста. Дидар, қорқып тұрсың ба? Әрине, енді қорқыныш бар, бірінші рет мініп тұрғансың. Дегенмен сен ер жігітсің, бірақ қорқынышыңды басуың керексің, е? Енді қалғандары қатты ауырмайды дейді, енді көреміз. Сәттілік саған. Ал Дидардың қолдау білдіреміз. Мықтылап ұста да тепкіле. Аяғыңмен тепкіле, Дидар. Аяғымен тепкіле. Аяғымен тепкіле. Тебетін болсам қас құлай. Жоқ, ойынның шарты бойынша сен аяғыңмен тепкілеу керексің. Тепкіле жүреді. Ат асаулану керек. Тепкіле. Мына балам көндірді деймін осылайды, а? Атамен қайда. Көрдім. Өзі асаулағынан да. Тепкіле. Мен мына балалардың бәрі мықты болып жатыр. Тепкіле қатшы. Тепкіле дейді. Осы тайымды қашан үйретем деп жүрушем. Мына балалардың келгені жақсы болды ғой. Асаулығы басылған сияқты ма? Басылып қалған сияқты, Басталғаннан тулап, тарпаң мез көрсеткен қасқатай Дидар мінгенде аптығы басылып тыншып қалды. Әлде шаршағаннан ба, әлде жуасығаннан ба, ырыққа көніп жетекке жүре бастады. Тепкілеу керек. Мінекей, мына балаларым маған мына асау тайымды жуасып берген сияқты. Әй, рахмет балам, ұзағырақ отырған осы Дидарым болды дейм, ә? Ұзақ отырған Дидар болды. Ал түсіре қоянды. Қошеметтеріңді білдіріп қойыңдар. Бәрекелді. Сонымен қазір қай топ алда келе жатыр? Жебе тобы. Жебе тобы, ә? Ары қарай жалғастырамыз. Басында ең алғашқы бұл жерге келгенде тайға мінеміз деген кезде асау тайға. Сол кезде менде қорқыныш болды, мүмкін құлап кететін шығар, мүмкін ауыратын шығар деп. Алайда ата маған түсіндірді. Құлын баласынан құласаң саған ешқашан да ауыртпайды деп. Сол себепті менде басында қорқыныш болды. Одан кейін жайлап тайға жақындаған соң, оны жауыннан ұстап, сипап алған соң жайлап қорқыныштың басыма тайдың үстіне тәуекел етіп мініп көрдім. Ай, жарайды. Нүртілеу, келе қой. Жарайсың, нүртілеуге қошеметтеріңді білдіріп қойыңдар. Ешкер тиіп кеткен жоқ па саған? Ауырды ма? Ауырды, бірақ онша емес. Қатты ауырған жоқ, е? Жарайсың, сен жігітсің ғой. Нағыз жігіт екенсің. Ай, бұл балаларым енді ауылға барған кезде өздерінің аталары бәсекеге берген құлындардың бәрін үйретіп, өздерінен кейінгі өсіп келе жатқан інілеріне тайға мінуді үйретесіңдер, е балалар? Иә. Ай, бәрекелді. Енді ата біз ары қарай жалғастырайық. Жебе тобынан Мейірбек деген батырымыз. Мейірбек. Үй олай орамайды, олай орама. Кел ауа. Қолға ешқашан орамақты ма, мен бұлай ұстамын. Кел. Кел ауа. Жоқ, мен бұлай ұста деймін. Бұлай ұста. Келесінші ұстамын. Жалдан қатты ұста, ал міне ауа. Бәрекелді, бер жақынады, бер еді. Қорқып отыр. Мейірбек Қолыңды не қыл? Тұрады, енді мынан қара. Тізгінді ұстаған кезде ұста. Енді жалмен қосып ұстақсың ба?
Тартымды қыз. Аха, қорқпа. Чу. Мейірбек, сен барынша жинал. Тартымды қыз. Ата, мен сізге көмектесейін ба? Кел аға. Boş жіберме, boş жіберме. Boş жіберме. Тиспенде. Қай жері? Іште етпейді. Түгел жерім. Ha? Түгел жерім. Түгел жері? Айбек, қорқпа. Қазір жазыла, тұра. Тимеңдер. Кішкене ашыламыз, кішкене ауа беріңдер. Тимеңдер. Ештеңе етпейді. Кішкене басылып жатыр ма ауырғаны Мейірбек? Басылып қалады қазір. Сен жігітсің, шыдайсың, Демалу. Мейірбек құлағаннан кейін ата қауіпсіздікті ескеріп, екі топтың ең кенжелері Санжар мен Айбекті тай үйретуден тысқары қалдырды. Кішкене басылды ма? Ауырған? Жарайсың. Қанеке, Мейірбекке қошеметімізді білдіріп қойайық. Жарайсың. Айтымыз қандай асау болса да, Мейірбек сондай жау. соған шыдадың, Жарайсың, ештеңе етпейді. Еңсеңді түсірме. Ал бүгінгі сайысымызды қорытындылайтын уақыт келді. Ата, сөз өзіңізде, қай топқа жеңісті сыйлайсыз бүгін? Ай, балаларым. Көрдіңдер ме? Тай үйретуде оңай шаруа емес екен, иә? Иә. Сендер бірінші рет отырып тұрсыңдар. Оның өзі ерлік. Жүрек жұтқан балалар екенсіңдер. Жарайсыңдар балалар. Ал енді мынау кім ұтты дегенге келсек, алдымен бастаған біздің шабыт тобы ғой. Шабыт тобының балалары жығылып жатса да, өте бір батыл балалар екен. Мына тайды біраз жуасты. Ұқтыңдар ма? Бірақ енді жарыстың аты жарыс, жебе тобынан мінген балаларының ішіндегі біреуі ұзағырақ отырды және құламады. Сондықтан бұл жолы, бұл жарыста, бұл сайыста жебе тобы озып алға шықты. Жарайсыңдар, бүгінгі сайыстың жеңімпазы жебе тобы. Шабыт тобы, сендер бұл есепке келіспейтін сияқтысыңдар, түрлеріңе қарасам. Үйретіп берді. Айтарларың бар ма? Ағай, бір нәрсе айтайыншы, біздің ұлғар мен Ерхан үйретіп берді ғой. Ал үйретіп берсе неге? Ал тоқта, үйретіп берді, иә? Ал онда үйретілген ат, яғни тай, ең соңында мынау немене құлап жүр онда? Мен қайдан білейін? Бұл асау әлі. Сен шапқан жоқсың ғой, ой шапқан жоқсың ғой. Бұны анаған айт, мен шаптым ғой. Тайға барып айт, неге шаппайсың деп. Мен неге шапқан? Тепкенші тепкен ол өзі. Бәрекелді. Жарайсыңдар, жігіттер. Сендердің сөз сайыстарыңда өте орынды, иә. Түсірмеңдер шабыт тобы, сендер әлі де жеңесіңдер. Олай болса сендер мына достарыңа қол соғып қошемет көрсетіңдер Қанеке. Ата, үйге барайық енді. Үйге барайық. Бір біз мінген жоқпыз ғой, екі бала мінген. Жерің ауырып қалды ма, әлде жеңілген? Мен негізі өзім кінәлі екен деп сезіндім басында. Бір жағынан ауыртпаушылық болды тай тепкен кезде белінен. Бір жағынан әділетсіздікке. Өйткені Дидар онша көп шапқан жоқ еді. Сол кезде неліктен ұпайды Дидарға берді, неліктен бізге бермеді. Мен ештеңе етпейді дедім, әлі жарыстар бар деп тәуекел етіп, ештеңе демей, ары қарай жалғастыра берді. Өзі сағымыз сынбай, ары қарай жалғастырып, мықтырақ ойнадық. Шұғыл жағдай. Тайдан құлағанда ет қызуымен ештеңені сезбеген Мейірбектің иығы ауырып, шыдатпай бара жатыр. Әже тиісті ем-домын жасап ұшықтады, бірақ бәрібірде дәрігерге апару керек-ау. Бұл шынында да күтпеген жағдай болды. Алтын қазық бағдарламасы 8-ші күніне жеткенде орын алған оқыс оқиға түсірілім тобын алаңдатты. Мейірбектің жарақаты ауыр болмаса жарар еді. Бір ойыншысыз жарыс жалғаса ма? Жалғасқан күнде де сайыстың нәтижесі қалай қорытындыланбақ?
Ана ұлдар отырсындар. Әже, мынау қыздарымызбен бірге түткен жүн емес пе? Иә. Бүгін соны ұршыққа еріп, үзік, сырмақ, цветін жібереміз деп отырмыз. Ұршық деген мынау міне. Бұл үш түрлі нәрседен құрам тапқан. Міне. Екеуі екі түрлі. Екеуі екі түрлі. Мынау тас ұршық. Мынау ағаш ұршық. Бұның мынау сабы тобылғыдан. Мынау қайыңның ұйығынан. Мынау бір ғасырдан жоғары болған ұршық. Мына ғасыр. Ал енді мынау бір 20-30 жыл болған ұршық. Тас ұршық. Әдетте ұршық бірі ағаштан, бірі тастан жасалады. Ал балапандарым менен сендерге ұршық иіруді бастап үйретеген. Алдымен ұршықтың мына кіндігіне мына жүн бар ғой, шүйкелеп алған жүнді. Жүнді алдымен кеше алдыңғы жарыста түттіңдер. Соны міне бағана жабылып шүйкеледік. Міне ортаң қолға бейті біліп аламыз. Көрсеттім ғой, міне көрдіңдер ма, түсіндіңдер ғой. Ал енді деп қолымызға кішкентай деп түкіріп аламыз да, мынаны кішкене иіреміз қолымызбенен. Қолымызбен бейтіп біраз иіреміз міне. Осыны иіріп болған соң, мынаның басына бейтіп, міне. Бейтіп 2-3 қайта өткізіп, міне, іліп аламыз. Бұны байлап алу демейді, іліп алу дейді. Байлау деген күрмеуге, қазықпау шалуға қаратылады. Мен жаңа айттым сендерге бүгін, Құдай бұйырса сендерге тек қана арқаудың жібін иіріп үйретемін. Сосын мынаны әдетте жалғыз адам иіргенде, мынаны қолды бейтіп, мына аяқтың басына ілік қоясыңдар да, бейтіп басып шетінен бейтіп иіре бересіңдер міне. Бейтіп иіре бересіңдер. Ал енді сендер өздерің группа бойынша біріңе бірін көмектесіп қалай иіру өздеріңе байланысты. Мен екі жаққа да осындай иіріп берем міне. Мынаны сосын мұнда иіріп алдық қой. Ал енді мынаны бейтіп ораймыз міне. Мен жерді бейтіп қолмен басып тұрасыңдар да міне. Басып тұрып міне. Көрдіңдер ғой қыздарыме бейтіп міне иіресіңдер міне. Қайтадан бейтіп біліп берем де. Сен мына жақтағы осы қыздарыма берем. Осы еңліктен бастайсыңдар ма, қайсың бастайсыңдар, өздерің білесіңдер. Енді сендер кішкене тоса тұрыңдар менің сөзім. Тыңдап мына жаққа да тең иіріп берем, сосын бірлікте иіресіңдер. Жарай ма? Өйткені жарыстың қағидасы кім көбірек иірсе, сол бірінші болады жарыста. Сондықтан тең кет жүрулерің керек. Мынау арқаудың жібі болғаннан кейін өте жіңішке иірмесеңдер де болады. Жарай ма? Жарайды. Ал енді бастай беріңдер. Қыздарым сендердікі арқауға сәл жуан болып жатыр. Андағы 2 қабаттағанда кәдімгідей арқауға сәл өте жуан болып жатыр сендердің. Ана біз 2 қабаттаймыз. Сонда арқауға тіпті де жуан болып кетеді. Әне 2 қабаттап көріңдер өздерің. Ширыққан жерін, ширыққанын біріне жіберсеңдер, бүйтіп міне тоқта қой бер. Міне қой берші міне, әне жуан болып кетті. Әне ұсташы. Әне жуан болып кетті әне. Сондықтан ол арқауға жарамайды. Әже қарапшы біздікі мына жерден ұштып кетуін ішсіз. Ал екеуі жалғап берейін ба? Жоқ, өздерің жалғап аласыңдар ма? Егер мен жалғасам, ескерту алып қаласыңдар. Түймейсің. Жүндіз бағана көрсеткенімдей түнді жұмсақтап, бірін қосамыз. Не тұрсып атырсың? Қандай керемет міне? Не үйреніп ала қойдың бірдемде? Қандай жалғаудың егеріп алдың? Не, әже қарапшы? Енді біріктірсең міне. Міне нақ арқаудың арқауға жақсы жақының бол. Міне көрдіңдер ме қыздар ме? Міне арқауға нақ
келетін жіп болды. Ал сендерге одан гөрі сәл жуандау болып жатыр. Сондықтан шүйкелеріңді кішкене, шүйкелеріңді кішкене жіңішкертулерің керек. Оны тартып тұру керек қой, иә? Шүйкені кішкене жіңішкертесіңдер. Сендер екеулерін андағылерін мақтауды. Шиырқанын алдымен жазамыз. Қыздар уақыт өтуде, тездетеміз. Қыздар, уақытта аяқталып қалды. Өз жұмыстарымызды әжемізге тапсырамыз. Ана жер өзі falan соң Сендер жаңа ескерте кетейін, бағана мен бәріңе үйреттім, бірақ аңғармадыңдар. Мынаны шиырығын тарқату үшін теріс иіресіңдер, міне. Иә. Теріс иірсеңдер шиырығы тарқайды. Шиырығы тарқағаннан кейін бұны жіңішкертуге болады. Жіңішкертуге болады бүйтіп міне. Сонда оны ашып. Иә. Жіңішкертуге болады. Мынау міне сендердікі ғой, иә? Міне мына қыздарым оны бағана қатты зейін сал үйренгендіктен бірден үйреніп алды. Ал сендер кішкене зейін салмай қалғандықтан арт жақта қалып қалдыңдар, иә? Міне, мен мінекей сендердің ерген жіптеріңді мен құлаштап көрем, жіпті қарыстайды, құлаштайды. Бұның әдісі осы. Сендердікі міне мөлшермен бір құлаш болды, иә? Бір құлаш болды. Ал енді мына қыздарымды қане? Бұлардың қане көреміз қанша құлаш болғанын. Бұлардыңғы ұзындау екен. Міне бір құлаш және 2,5 құлашқа жететін сияқты. Қане көрейік. 2 құлаш. Міне 2 құлаш болды. 2,5 жарым шынтақ дейді бұны. Жіпті құлаштайды, шынтақтайды, қарыстайды. Осымен бітеді. 2 құлаш жарым шынтақ болды. Міне сосы бойынша анағын енді қалай болды? Енді бүгінгі сайысымыздың, көріп тұрғандарыңдай сайысымыздың жеңімпазы шабыт тобының қыздары атанды. Бәрекелді шабыт тобы, жарайсыңдар. Ал жебе тобында не жағдай? Маржан, қалай болғанда да өзіңе мықты бол. Көптің көңілі онсыз да түсіңкі. Сен жыласаң өзгелердің де көңілі босауға шақ қалып тұр. Осыншама достарың сені қолдап тұрғанда шыдауыңа мүслим болмайды. Әлі түйгіміңдір. Балалар, сендер ауылға келгелі тайды көрдіңдер, құлынды көрдіңдер, ат жылқыны көрдіңдер, е? Енді оны көріп қана қоймай, біз сол ат жылқы құлын тай туралы біраз мәліметтер естиміз. Бүгінгі біздің қонағымыз, атбегі, ат сыншысы Кемелбек ағамыз келіп отыр, е? Қош келдіңіз, Кемелбек аға. Бізде 2 топ бар, міне жебе тобы деген, шабыт тобы деген. Осы 2 топ сізді мұқият тыңдайтын болады қазір. Сіз өзіңіздің бүкіл мәліметтеріңізді айтып берсеңіз. Жақсы. Ал балаларым енді. Ал сендерге мен мына жылқы баласы бәйгет туралы білгенімді айтып беремін енді. Бәйгетті баптау тай күннен, құнан күннен бапталады, оның терін алады. Терін алмаса ол бәйгеге жүгірмейді. Терін алу дегеніміз бәйге қосылудан бұрын 3 күн бұрын 3 рет терін алады. 1 рет баяу желіп терін алады. Үстіне жабуы бар, жабулап, ол жабуды жаппасақ, ана тері шықпайды. 2-ші реткі терін желіп жүріп алады. Желіп жүріп алғанда ана тері жақсы шығады. Ол аралықта шоқырып кетсе болмайды, тері жақсы алынбай қалады. Сонда
О терін алынып алынбауы білуін қалай білген? Ана жауын ақырын ашып желіп бара жатып, мына бір қолменен терін былай аттың терін бүйтіп сипап алып алып, мына тілге татып көреді. Мысалы, сонда ол тері деген сөзіміз аттың ашты тұзы, соны шығаруымыз. Оны шығармасақ, ол ат жүгірмейді, бәйгеден келмейді. Сол үшін сол бұрын ата-бабаларымыз соны сөйтіп тапқырлап, сол аттарды жүгірткен. Ал екінші реткі тері, үшінші реткі терін алған кезде тағы да солай болады. Бір күн аралық демалтып аламыз. Сонда одан таза тері алынып болғанда мөлдірдей тұнық тері шығады. Тұнық тері шыққанда ана тұздың бәрі кетіп болады, өзінің табиғат. Тұнық тері шығады, оны да татып көреді. Сонда ашты тұз қалынбайды. Сонда міне ол аттың терін алынып болды деп бағалаймыз. Сосын ол атты келіп, ақырын айландырып, терін алып болған айландырып, жүріп, аяғын суытып демалтамыз. Өйтпесек, ана аттың аяғына қан түсіп, ол ат ақсап, кем болып қалуы да мүмкін. Сол үшін ол атты болмағанда жарым сағат айландырып, тері басылғанша айландырып жүреміз. Соны әкеп атағашқа байлап қоямыз сол жауынменен. Әптен өзі тері кеуіп, тері құрғағанын кейін барып, үстіндегі ер тоқымын жаңағы жауын аламыз. Сосын оның өзінің салатын шөбі бар лайықты, соны салып байлақ қоямыз. Ертесінде мамағашқа қосатын кезде таңертең ерте байлақ қойғанда ол ат бәйгеден келетін ат өзі белгілі. Келетін ат өзі сол мына жүні жатыңқы, көзі жанарлы, сосын мына құйрығымен ойнап, құйрығын жел шайқағанда сол құйрығын тістенкіреп ойнап, бірақ ол басы байлаулы тұр енді. Сөйтіп сондай ширғып, сондай болып тұрады. Ал енді бәйгеден келмейтін ат, жүрдің жүні қайқайыңқы, өзі кіртейіңкі, көз қабағы да кіртейіңкі, солай белгі береді. Шабандозға келсек, шабандоз енді 7 жас, 8 жас аралықта болады балалар. Бәйгеге қосатын атты жайдақ мінеді. Балалардың мына басына байлақ қояды. Оның кейін мына қолындағы ұстаған қамшысының мына бүлдіргі дейміз жерге білекке түсетін, сол бүлдіргіге бір шыт тағып береді. Оны тағу себебі ана бәйгеге шапқан ат терілейді. Терілегенде мына тері ашты, тер көздігі тамады. Сонда соны бала еңкейіп сүртіп отырады. Сонда ат риза болып, содан ары жүгіріп бәйгені алсам деп жүгіреді. Әгер ондай болмаса, ол атқа сәл кедергі болуы мүмкін. Бағдарламамыздың шарты бойынша 2 топқа бірер минут береміз ойланып алуға. Сіз 2 топтың сұрағына жауап беруіңіз керек. Әрі қай топтың сұрағы сізге ұнайды және де күрделі болса, сол топқа сіз өзіңіздің бір ұпайыңызды беруіңіз керек. 2 топта сұрақтары дайын болған сияқты. Бірінші кезекте шабыт тобынан кім сұрақ қояды? Ерхан, ал өзіңнің сұрағыңды қоя ғой. Кемелбек ата, біз ата-бабаларымыз көшпенді қазақ халқының өмірінде жылқы малы үлкен рөл атқарғанын жақсы білеміз. Ал қазақ халқы жылқы малын қай уақыттан, қай жылдардан бастап үйретіп қолдана бастады? Қазақ болғалы бері жалғасып осы жылқы баласы бар. Сол кезде осы жылқы менен ата-бабаларымыз талай осы орулы елімізді, жерімізді қорғап келген осы жылқының арқасы. Осылай бала. Жарайсыңдар шабыт тобы. Жақсы сұрақ. Ал енді кезекте жебе тобы. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Кім қояды сұрақты? Дидар. Жылқы малын туған жерінен қанша жырақ қалып кетсе де, ол жылқы өз елін сағынатын болса, қайтып келеді екен. Сол туралы не айта аласыз? Соны түсіндіріп берсеңіз. Мына сұрақтың өте дұрыс. Жылқы туған жерін сағынады. Ол енді жылқы баласының бәрі келе бермейді. Оның ішінде санаулысы ғана келеді. 3 жыл ма 5 жыл болып кетсе де, сол жерін сағынғанда жолда кедергіге ұсталып қалмаса, туған жеріне келуіне әбден мүмкіндігі бар. Сонда ең мықты және де ақылдылар. Ақылдылары келеді. 2 топта өзінің сұрағын қойып болды. Енді аға кезек сізде. Қай топтың сұрағы күрделі және қай топтың сұрағы сізге ұнады? Сол топқа өзіңіздің ұпайыңызды берсеңіз. Бұл балаларым жарайды. Бұл балаларымнан үлкен үміт бар. Жастарың ұзақ болсын, жақсы сұрақ қойдыңдар. Екеуі де негізі тең. Солайда шабыт тобының сұрағы
мықтырақ. Бәрекелді, шабыт тобының қоржынында бүгін бір ұпай. Жарайсыңдар. Ал жебе тобы сендер мұңаймаңдар. Өткен бағдарламада жебе тобына есе жіберіп алған шабыттықтар бүгін 2 ұпай еншіледі. Осылайша 1 ұпай айырмасымен бүгін шабыт тобы алда. Балалар, бүгін өте қиын күн болды. Әсіресе ұлдар үшін кішкене бір кездейсоқ жағдай болып қалды бүгінгі сайысымызда. Енді Мейірбекті бәріміз жазылып кеткен тілейге. Әжеміз ұшықтады, атамыз сынықшыға алып кетті. Ертең бізбен бірге келу керек деп үміттенеміз Мейірбекте. Жебе тобына көмектесу керек қой, өйткені Мейірбек келіп. Енді бүгінгі сайысқа келейік. Тай үйрету сайысы болды ұлдар арасында. Ол жақта өзін ғана көрсеткен атаның шешімі бойынша Дидар деді. Дидар ғана тайды өзіне бағындырып, құламады. Соның арқасында тобына бүгін 1 ұпай алып келді. Сайыс туралы не айтасыңдар, балалар? Біздің қарсылығымыз бізде барлық қарсы. Иә. Неліктен қарсы нақты айтып өтсеңдер? Біз негізі ең бірінші Ылғар екеуміз отырдық. Сосын тағы жебе тобынан Мұрал отырдық. Қайда? Қайда? Содан кейін мен отырдым. Енді үшеуміз отырдық деп айтып отырмыз. Үшеуміз отырдық. Біздің ойымша үшеуміз де құладық. Содан кейін Дидар мінгенде тай кішкене жуасып қалды деп ойлаймын. Сосын Дидар оншаға тепкілермен. Сонда маған келгенге жуасып қалады да, менен кейін Мейірбек мінеді. Ал Мейірбекте уже қайтардан асау. Одан кейін білесіңдер ғой. Мейірбектің құлаған себебі біріншіден ол қатты тепкіледі. Сондықтан тай оны шапқанда оның тепкенде мысалы шабына тиген шығар, ол мөңкіді. Білесің, қандай ат болса шабына тисе мөңкиді. Мысалы, сен мінген кезде сен оны тепкілеген жоқсың, ол ақыры. Жоқ, енді сендер өздерің айтып отырсыңдар ғой, сендер мен үйретіп алды деп. Ал үйретіп алды дейсіңдер да, енді екіншісінде уже басқаша сөйлесіңдер. Жоқ, Мейірбек мойнына қарай отырды, сондықтан да Мейірбек және тақымын қыспағанда Мейірбекті лақтыр жерді. Мен сендерді шабыт тобының ұлдарды нақты түсіне алмай отырмын. Дидар қулық жасады ма, әлде сендер мүлдем келіспей отырсыңдар ғой оның ұпайын? Есепке келіспей отырмыз, есепке. Неліктен нақты айтсаңдар қазір? Сонда ол атты тебінбеді ма сонда, тайды? Сонда Дидардың күші жоқ болған ма? Сен бергеш, не ақыл айтып тұрсың, тұш қой. Не? Бұлдар орнымызға отырамыз. Ерхан. Қойыңдар болды. Жағыңа арлайын деп тұрсың ғой өзің. Сен маған ақыл айтпа түсінің ба? Дидар, сен артық кеткен жоқсың ба? Жоқ, енді өздері де намысқа тиіп отыр сол себеп. Енді сен бізді қатты сөйлеп қойдың ғой бізде. Біз саған не дейсің? Сендердің өздеріңнен де қателік бар сол себеп. Бұл жерде тайды емес, қазір сені бағындыру керек болып тұрған сияқты. Неге онда ол кезде бізге ұпайды беріп отыр? Соны ойланып, маған жауап береді. Негізі біз енді соған келіспей тұрмыз ғой. Соған айтам. Ұпайға келіспей отырмыз. Онда неге маған жауап атсыңдар? Атадан сұрау керек оны. Мұрал, сен мүлдем қазір басқа нәрсені ойлап отырған сияқтысың. Сен айтшы, осы жағдайда не болу керек? Осы жағдайда... Сендердің жеңгендерің әділ деп ойлайсың ба? Осы жағдайда сот болу керек ау деймін. Міне, жарайды, біз Анар апайларың екеуміз сот деп есептеңдер. Біз қазір әділ жағын шешетін боламыз. Адвокаттарымыз. Мысалы, олардың да айтқаны дұрыс, мынаның да айтқаны дұрыс.
Жоқ, сен маған айтшы. Сендер Дидардың ұтысымен әділ деп есептейсің ба? Осы сайыста. Тайды, иә. Әділ, олардікі де әділ. Жоқ, жеңгендерің әділ ма? Нұрал, жеңістерің әділ ма осы сайыста? Иә, деп айтасыз. Тайды бағындыру. Сізге берейінші. Енді келесі сайысымыз Анар. Бүгінгі қыздар арасындағы сайысымыз оңай болды деп ойламаймын. Бірақ алдымен бізге оңай болып көрінді ғой, иә қыздар? Сосын қыздарға кішкене қиыншылықтар туындады. Жеңімпаз ол шабыт тобының қыздары. Ал біздің бүгінгі қонағымыз Кемелбек ағайы. Кемелбек ағаның берген ұпаймен толығымен келсеміз ба? Иә. Жақсы. Ал енді тағы да біреудің айта кететін сөзі бар ма? Иә, бар. Аяна? Жебе тобы бүгін жеңілді, иә. Ал сендер бізге алдыңғы жарыста сендерге көшбасшы керек деп айтқан болатынсыңдар. Бүгін сендер ұтылдыңдар. Сендерге сол кезде, мысалы, көшбасшы керек болды ма, немесе ол келісе алмағандықтан ба? Сендердің айтқан сөздерің, сендердің айтқан сөздерің біздің көңілімізге кеше... Қазір Аяна сөзін аяқтап алсын. Сендердің кеше бізге айтқан сөздерің, мысалы, біздің де жанымызға бір жаман тиді. Және де мен сол сұрақты мен өздеріңе бүгін қойып тұрғым келіп тұр. Бұл жолы бізге топбашының қажеті жоқ. Себебі біріншіден біз мұнда ұрысқандықтан, келісе алмағандықтан жеңілген жоқпыз. Бұл бір. Біз екіншіден біз апамыз жіпті қалай жұқарту керек екенін түсіндіріп жатқанда біз дұрыс түсіне алмадық. Мүмкін зейін қойып тыңдамаған болармыз. Ал мүмкін егер көшбасшы болатын болса, барлығы өзгеше болатын шығар. Сендерге қазір кеңес ретінде беріп отырмыз. Кеше сендер өздерің... Иә, тыныш. Айбек, дұрыс айтасың, тынышталыңдар. Жарайсың, Айбек, менен бұрын сендер тынышталдырып үлгерген сияқты. Дегенмен қараңдар, қыздар, бүгін дау өте көп болып кетті. Бұл жақсылықтың белгісі емес. Яғни қазір біз Анар бұлай жалғастыра алмаймыз. Біз екі топқа түсіндіруіміз керек, бұлай болмайтын. Біз екі топты достастырайық осы жерде. Яғни, бүгінгі біздің маңызды қазір уайымдайтын нәрсеміз бұл сайыс емес қазіргі күнде. Біздің уайымдайтынымыз Мейірбек, дұрыс айтасың. Иә, Мейірбектің денсаулығы, иә? Ендеше Мейірбек біз үшін алаңдамау үшін қазір бірінші Дидар мен Нұртілеуді достастырып алайық, иә? Екеуің алдымен қол алысыңдар. Бізге сөз беріңдер, бұдан кейін жаға ұстаспаймыз деп. Әнеки бір-біріңе сөз беріңдер, енді бір-бірімізбен жаға ұстаспаймыз деп, е? Иә, енді бұндай жағдай қайталанбайды. Иә, қайталанбайды. Жарайсыңдар. Енді Анар, қыздарды енді өзің татуластыр. Иә, дұрыс айтасыз Анаға. Қыздардың арасында да ұрыс болмау керек. Сондықтан Аяна, Айтолқын, сендер де достасыңдар. Араларында түсініспеушіліктер қалмау керек. Аяна, бар сен? Өзі кетсін. Тұрып қой. Отырып амандасыңдар. Енді бұл екеуі екі топтың көшбасшысы ғой. Сондықтан да көбінесе сөз таласып қалады жаңағыдай. Бірақ олардың де сөздері біздің жанымызға қатты тиді, сол үшін енді айтып отырғанмын. Жақсы, ендеше бүгін біз, яғни бұның бәрін ұмытамыз, е? Ашудың барлығын ұмытамыз. Қазір Мейірбекке тек қана денсаулық тілеп, өзіміздің төсегімізге барып ұйықтайтын боламыз, е? Келістік пе? Алтын қазық бағдарламасы соңғы мәресіне таяу, сондықтан жеңіс үшін бәсекеде барынша үдей түсті. Тағы бір жағынан жалпы нәтижедегі ұпай айырмасының да тым аз болуы пікір таласын тудырып, жағдайды шиеленістіргендей. Соңғы 2 күнде нендей өзгерістер болуы мүмкін, қай топ ырықтылықты өз қолына алмақ. Қамшыны мұна өріммен екеуінің арасы иіліп тұру үшін
екеуінің ортасын мықтап ұстап тұру үшін жасалатын нәрсе, иә? Мінекей. Ал одан кейінгі қалған қайысты осындай таспаларға тіліп, осыдан қамшы өреді. Кейбір қамшылар болады, оның ортасына, мына өрімнің ортасына өзек салып өретін. Жан-жағын міне осылай жүргізіп. Мен бұл жолғы жарыста сендерге сырмақты ойып, және оны жүйелеп құрастыруды үйретпекшімін. Ондай болса, сендерге бұл кішкене қиындау болуы мүмкін. Сондықтан мен сендерге шаманың келісінше орай беруге тырысам. Бірақ орай береді екен деп сендер ешқашан босауын суларыңа болмайды. Түсіндіңдер ма?